Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен Зіп. Және мен бүгінгі видеороликте Майнкрафттың фильмі бар. То есть фильмі шыққан. Мен сол фильмге барған болатынмын. До тех пор, пока я не нашел странные руины и удобно расположенный сундук. Огнев! Денис! Денис! Және де мен өз ой пікірімді айтып кетсем, сіздермен бөлсем деп ойлаған болатынмын. Сол бүгінге түсіп тұр екен. Және сіздермен өз ойымды бөлсейін деп шештім. Мен осыдан 7 ай бұрын мен видео түсірген болатынмын. Ол Майнкрафттың бірінші трейлері шыққан кезде мен өзімнің реакциямды түсірдім. Иә, сол кезде көп адамдар ойлады, бұл өте нашар фильм болады, бұл прокатта ақтамайды деген секілді ойлар көп болды. Иә, мен де сондай ойда болдым. Мен де оны жоқтамайым, мен олай айтпадым деп те айтпаймын. Иә, мен мойындау керек, өте нашар фильм болады деген ойда болдым. Бірақ үміттендім, жаман болмаса екен деген ойда үміттендім. Бірақ түбінде, жүрегімнің түбінде по-любому бұл өз фильм өзін ақтамайды деген ойда болдым. Бірақ осыдан 2 күн бұрын мен Майнкрафттың фильміне барған болатынмын. Және содан өз ойын айтып кетейін деп шештім. Фильм қалай? Баруға тұрарлық па? Және тағы да басқа да сұрақтарға сіздерге жауап берсем деп едім. Егер де дайын болсаңыздар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Зіп. Ал ендеше, менің өз ойымды тыңдауға дайын болсаңыздар, біз бастайық. В общем, мен фильмге бардым. Я, достарыммен барған болатынмын. Фильм өзімнің бағамды бермей жатып, мен өз ойымды айтып кетсем деп едім. Және де фильм жаман емес, достар. Жаман емес. Я, жаман деп ешкімнің айтуға аузы бармас, себебі бұл не дегенмен Майнкрафт, достар. Біз Майнкрафтты кішкентай, менің ең бірінші ойындарымның бірі десек те болады. Майнкрафтты мен сол себепті оны барлық ойындардан жақынырақ көрем, себебі ол мен ең бірінші осы ютубқа немесе тағы да басқа да жерлерге келудің ең бірінші себептерінің бірі осы Майнкрафт ойыны болатын. Менің телефонға, ойынға және тағы да монтажға деген қызығушылығым да осы Майнкрафттың арқасында ашылған секілді. Және жақсылап қарайтын болсаңыздар, менің де ең бірінші видеоларымның бірі, ең бастапқы видеоларымның бірі Майнкрафт болған болатын. Және сол арқылы мен осы күнге келіп отырмын. В общем, Майнкрафттың фильмі. Біз қазір ойынын талқыламай қояйық. Біз қазір тек фильмін талқылайтын боламыз. Ол фильмге келетін болсақ, фильм маған шынымды айтсам керемет деп айтпаймын, бірақ жаман емес, достар. Керемет деп те айтуға аузым бармай. Иә, достар, ол жерде отсылкалар бар, өте керемет актерлар ойнайды, сюжет зор, бәрі керемет, бірақ слишком скучный, достар. Өте тез шаршап кетесіздер. Мен киноның жартысында уже ұйықтап қалайын дедім, бірақ барынша Майнкрафт болғаннан кейін ұйықтамауға тырыстым. Өзім ілініп кетейін деген кездерде болды, бірақ мен ондай кездерде өзімді оятып көрейін деген ниет болды. То есть Майнкрафттың фильмінің енді бір минустарын айтып кетейін. Фильмнің басталуы өте ұзақ, достар. Біз бәріміз ойлаймыз, ой, Майнкрафт болады. Жоқ, бірде Майнкрафт болып кетпейді, достар. Біз примерно бір жарты сағат бойы біз примерно Майнкрафт емес, бір какой-то сояққа түсіп кететін адамдардың өмірін көретін боламыз, примерно. И содан кейін барып Майнкрафтқа кіріп кеткен кезде барып уже қызық басталады, достар. Иә, басында әрең көріп бастадық, бірақ ортасына келе Майнкрафттың мирін, ана неткен әдемілік, сұлулықты көрген кезде біздің көруге деген жаланиямыз одан сайын ашылды. Сол арқылы өте қызық бола бастады. Сюжет те сәл қызый бастады. Соның арқасында кішігірім менде қызығушылық пайда болды. Бірақ бірден мені қызықтыра алмады. Я, айта кетейін, бірден ондай қызығушылық пайда болмады. Басында кішігірім көрсетті Майнкрафтты сразу. Содан бар резко алып тастаған кезде менде сразу, қалай айтсам болады, қызығушылық тез қашып кетті. Сосын адамдардың өмірі болды. Сол жерде бір бала бар, бір ойынды күшті ойнайтын бір чемпион болады. Және бір апайды алатын болсақ, қара нәсілді апайды алатын болсақ, ол бізде жай ғана осы кішкентай балдарға көмектескен, көшуіне, сол үйде орналасып алуына көмектескен апай екен. Ал ана қызға келетін
болсақ, ол ана кішкентай баланың әпшесі. Олардың ата-аналары жоқ, олар өз бетімен өмір сүріп жатыр. Соның арқасында сол ата-анасы жоқ болғандықтан ол екеуі жалғыз. Сол себепті қара нәсілді апай бізге біздің геройларға көмектесіп жатыр. Ал ана ойында мықты ойнайтын адаммен қалай танысады десеңіздер, оны өз фильмден өздеріңіз көріңіздер. Әйтпесе мен спойлер айта алмаймын достар. Спойлер айту қолымнан келмейді екен. Спойлер барынша айтпауға тырысамын. Я көрмегендер бар шығар араларыңызда, мен соны ойлап, мен спойлер барынша айтпауға тырысатын боламын. В общем, сюжет солай басталады. Барынша спойлер айтпайын достар. Бірақ соңғы жағы өте қызық бола бастады, себебі ол кезде уже бізде големдер шыға бастады. Және де тағы да өте керемет персонаждар шықты. Бірақ менің бір түсінбеген жерім, Майнкрафтта өте көп өзгертулер енгізілген. Өте көп, мүлдем Майнкрафтқа қатысы жоқ өзгертулер орын алған. Сонысы бізге түсініксіз болды. Ал қалған жерлері, бүкіл крафттары бәрі керемет. Бірақ достар, кейбір жерлерінде Майнкрафттан алынған, кейбір жерлерінде мүлдем білмеймін қай жерден алған. Сол себепті кейбір кездері сомневаться етіп қаласың, бұл Майнкрафттың фильмі ма точно деген секілді. Бірақ ақыр соңында көзіміз жетті. Я достар, фильм болады орташа. Өз ойымды айттым. Скучный жерлер бар, аз емес скучный жерлер. Я. Және неше түрлі отсылкалар болды, Техноблейдке және Херобринға деген секілді отсылкалар болды. Оның бәрін біз бірден байқадық. Сол жерлері маған өте қатты ұнады, что өздерінің Майнкрафттың фанаттарын ұмытпайтыны маған әлі күнге дейін сол жері өте қатты ұнады. Сол себепті сюжетке, графикаға және де персонаждарға мен өз балдарын беріп кетейін. Персонаждар мүлдем сәйкес келмеді. Стив мүлдем мен ойлағандай болып шықпады. Я, ол өте мықты актер, өте жақсы актер, ол актер маған өте қатты ұнайды, бірақ бұл рөлге мүлдем сәйкес келмейтін секілді менің ойымша. Сіздердің ойларыңызша қалай, комментарийге жазып кетіңіздер. Менің ойымша мүлдем сәйкес келмейтін секілді. Себебі Стив ол бізде миллиондаған тонна салмақты көтеріп жүретін адам, мен бұндай болады деген ойда болмадым негізі. Және де көп фанаттардың айтуы бойынша тағы бір минустарды айтып кетті, что пигриндар ол шынайы мирға шыға алмайды, қалай шығып кетті деген секілді. Олар білмеймін, сол хейттен кейін ба, сол артын жасыру үшін сол арқылы пигриндерге типа зелье берген секілді болды. Колдун, зельяны ішіңдер, сол кезде сендер свина зомбиге айланбайсыңдар деген секілді. Сондайға бізге соның артын жылы жапты. Сол арқылы біз ұмыттықта қалдық. Негізі Майнкрафтта ондай нәрсе жоқ. Пиглиндер шынайы өмірге шығатын болса, бірден свина зомбиге айланып кету керек еді, бірақ Майнкрафтта бір нәрсе қылып жылы жауып қойды оның артын. Я, ол жыл жаққандар үшін я өте керемет 5 деген балл қоям. Я, жақсы жапқан екен. Барынша хейт келмеу үшін бәрін істеді. Бірақ трейлерде не үшін көрсетпегенін түсінбедім. Ал персонаждар жалғастырайық. Персонаждар, анау 4 персонаж маған мүлдем керегі жоқ секілді деп ойлаймын. Себебі ол 4 персонаж қалай айтсам болады? Олар даже Майнкрафтты да білмейді. Майнкрафттың фанаттары да емес. Даже қалай айтсам болады? Оларды қосатындай негізі бір себеп болған жоқ. Солай айтқым келеді. Олардың негізі бізге барынша ең қызық болған Стив деген персонаждың рөлі өте қызық болды. Менің ойымша сол 4 персонаждың орнына Алексті қосқанда өте керемет болып кетер еді. Менің ойым осылай достар. Өз ойларыңызды комментарий жазып кетсеңіздер болады. Персонаждарға мен 10-нан 5 баллымды қоям деген ойдамын. Я, 10-нан 5 балл достар. Персонаждарға ешқандай реніш жоқ шығар деген ойдамын. Енді графикаға келетін болсақ, графика достар. Графика бәрі басында жаловаться етті, что графика өте нашар, андай мұндай деп, бірақ оның бәрі жай ғана пиратский версияларда болған болатын. Олар мүлдем оригинал кино театрда көрсетілген версияға ешқандай қатысы жоқ. Егерде сіз Google'дан пиратить етіп көретін болсаңыздар, графикасы өте нашар болады достар. Сол себепті кинотеатрға баруларыңызды совет етемін, немесе бір айдай күтулеріңіз керек, чтобы керемет качествода шығу үшін. Я, графикаға мен өзім көзіммен көргендіктен смело қанша қойсам екен достар. Я, достар, негіз графикасы зор, мойындау керек. 8 балл қояйын. Графика өте керемет, маған ұнады. Көзге жағымды, ешқандай мыльный емес, өте керемет істелінген, ракурстар өте зор алынған. Графикаға мен 8 деген балл қоям. Және де біз сюжетке келсек, сюжет енді достар минустары бар. Я, сюжеттің минустары аз емес. Сюжетке дым Майнкрафтқа түкте қатысы жоқ персонаждардың сюжеті біріншіден, және екіншіден өте қатты ұзартылған, және логика жоқ. Логика сәл азайтылған. Майнкрафттан бір-екі логика сәйкес келмейді, бірақ сонда да сюжетті көру қызық болды. Я, достар, қызық болды, мойындау керек. Я, бірақ 4 персонажды алып тастағанда сюжет негізі шынайы Майнкрафтқа ұқсамайды. Сонысымен қызық болған секілді, себебі мен ешқандай нәрсе білмедім, не болатынын. Жай ғана Майнкрафтты қайталайтын болса, тоже қызық болмайтын еді. Сол себепті мен сюжетке өз 7 балл қоям достар. Осымен осы достар, мен осынша балдар қойдым. Сіздер комментарийге жазыңыздар. Сюжетке, графикаға және персонаждарға қанша балл қоятындарыңыз комментарий жазып кетіңіздер. Обязательно оқып лайк басатын боламын. Сонымен біз шешімге келейік. Киноға барған дұрыс,
дұрыс па немесе дұрыс емес па? Мен өз басым киноға барғаныма мүлдем өкінбеймін достар. Бұл қандай да бір опыт десек болады. Бұл қандай да бір фильмден алынған бір байқау болады достар. По-любому бұл фильмді көру керексіздер. По-любому сіздер Майнкрафтты фанаты болсаңыздар міндетті түрде көруге тиіссіздер. Ол қызық болмасын, бірақ көрген дұрыс деген ойдамын мен өз басым. Егер де сіздер уже барып болған болсаңыздар, ойларыңыз қалай, сіздердің сезімдеріңіз қалай кинодан кейін комментарий жазып беріңіздер. Ал менің ойым осы достар. Сіздермен болған мен сіз және көріскенше. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't